Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге дәл осындай жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығатын, жұмсақтығын ұзақ уақытқа сақтайтын шелпектің рецебімен бөлісемін. Бұл шелпекті жылдам уақытта жасап көруіңіз қажет. Бұл шелпекті жасау үшін барлық заттар жылы болуы қажет. Ең алдымен жылы сүтпен суды араластырып, осының үстіне бір ас қасық қант және де бір ас қасықпен ашытқыны қосып, қант пен ашытқы ерігенше араластырамыз. Егер де шелпекті ең алғаш жасайтын болсаңыз, дәл осындай өлшейтін ыдыс алып алсаңыз өте жақсы. Ашытқы еріген соң осының үстіне бір шай қасық тұзды қосып, тұз ерігенше араластырамыз. Аздаған сұйық май қосып араластырып, онды алдын ала елеуіштен өткізіп аламыз. Шелпек жұмсақ болуы үшін ең бірінші құрамындағы барлық заттар жылы болуы қажет. Шелпектің қамырын қолға жабыса береді деп, онды көп салмаймыз, тек қана қажетті мөлшерде ғана саламыз. Осы екі кеңесті орындасаңыз, сіздің шелпегіңіз жұп-жұмсақ болып шығады. Қолға жабыса берсе, аздап май қосып, бір келкі болғанша қамырды араластырып аламыз. Дәл осындай жұп-жұмсақ болуы қажет. Бетін жауып көтерілуі үшін 30-40 минуттай жылы жерге қалтырамыз. Достар, менің каналымда осындай көптеген бір жасалатын қарапайым заттармен жасалған рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Көтеріліп дайын болған қамырды осылай етіп дөңгелектеп бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Менде барлығы 16 дана шелпек шықты. Сіздерге қамыр тамаша шығуы үшін бірнеше кеңестер ұсынып өтейін. Ең бірінші, қамырдың құрамындағы барлық заттар жылы болуы қажет, және де қолданатын ашытқыңыз міндетті түрде балғын, яғни уақыты өтпеген болуы қажет. Ашытқыны міндетті түрде жай ғана жылы суда ерітесіз. Суыңыз ыссы болып кетсе, қамырдың көтерілетін қасиеті жойылып, қамыр сол қалпында көтерілмей қалады. Кез келген қамыр жақсы шығуы үшін міндетті түрде жоғарғы сұрыпты ұн болуы қажет. Ұнды көп салсаңыз да қамыр қатты болып кетеді. Сол себепті қажетті мөлшерде ғана салып, қолға жабыса берсе, сұйық май қосып ары қарай елейміз. Алдын ала қызып тұрған майда екі беті қызарғанша дәл осылай етіп шелпектерімізді пісіріп аламыз. Осымен шелпек пісті. Міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз.